Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Ес білгелі анамның жанары су қараңғы. Нағашы атам да өмірден су қараңғы болып өткенін естідім. Тұқым қуалаушылық па, әлде тағдырдың сынағы ма білмеймін. Бірақ анамның тағдыры осылай болды. Ана бала туар кезде көз тамырлары жарылып, сол сәттен-ақ жарық дүниені біржола көрмей қалды. Мен оның өміріндегі ең үлкен қуаныш болсам да, сол қуаныш оның жанын қоса ауыртқанын кейін ұқтым. Жас ана үшін мұндай соққыны көтеру оңай болмаған шығар, бірақ анам ешқашан шағым айтқан емес. Ол өмірін маған арнады. Жарық әлемді көрмесе де, маған тек мейірім мен махаббат сыйлады. Оның жүрек жылуы жанымда әрдайым сезілетін, анамның су қараңғы жанарынан қайсар рух пен ешқашан сөнбейтін үмітті көретінмін. Кейде ол маған өзінің естеліктерін айтатын, бұрын қандай түстерді көргенін, табиғатты қалай сезінгенін әңгімелейтін. Бірақ ең ерекше әңгімесі менің өміріме байланысты болатын. Сен менің көзімнің нұрысың, саған қарамасам да жүрегіммен көріп отырамын деп айтатын. Анамның әрбір күні ерлік. Ол қолымен менің киімімді тікті, асымды әзірледі. Бізді асырап барлық қиындыққа төзді. Әр қадамын сеніммен басып, біз үшін өмір сүрді. Оның қараңғы әлемінде бізге арналған нұры болды. Менің анамның тағдыры қиын болса да, бәріне төзген қайсар жан. Анамның көзі су қараңғы болғанымен, әкем үшін ол ешқашан кемшілік болған жоқ. Анамның тағдыры қалай болса да, әкем оны ешқашан өзгертпеді, тастамады. Қайта керісінше, ол анамды құрметтеп, оған демеу болып, біздің отбасымыздың тірегі болды. Әкем нағыз асқар тау. Анам қандай күйде болса да қадірлеп сүйе білді. Әкем бізді де ешкімнен кем қылмай өсірді. Ол інім екеумізге әрқашан анаң сендер үшін жарық әлемді көрмесе де жүрегімен көреді. Ал мен сендер үшін тек ең жақсылықты қалаймын дейтін. Әкем күн демей түн демей еңбек етті. Ауыл адамдарының малын бағып, егіс алқабына жұмысқа істеді. Бар тапқан табысын бізге жұмсап, біздің болашағымызды қамтамасыз етуге тырысты. Анамның көзі көрмесе де, ол оның қолына демеу болып, үй шаруасын бірге атқарды. Мен жалғыз қыз болғандықтан, әкем мені ерекше қадірледі. Мектепке барғанда аяқ киімім тозбасын деп, өзі жамап беретін. Мені оқыту әкемнің ең үлкен арманы болды. Ол барын салып мені оқуға түсірді. Қызым, білім сенің өміріңдегі ең мықты қаруың, саған тек жақсылықты тілеймін деп айтатын ол. Әкемнің қайраты мен анамның төзімділігі бізді тәрбиелеп, өмір жолын көрсетті. Олардың бірге өткізген өмірі бізге махаббат пен құрметтің шынайы үлгісін көрсетті. Әкем анамды әрқашан қолдады. Оның жанарындағы жарығы болды. Әкемнің қарындасы өмірден ерте өтті. 2 ұлы, Асқар мен Әли жетім қалды. Әкесі болса балаларын жетімдер үйіне өткізуді ұйғарған. Бұл жаңалықты естігенде әкемнің жүрегі ауырды. Ол анасыз қалған балаларды далаға қалдыруға шыдамай, балаларының қамын өзім ойлаймын деді әкем қарындасының күйеуіне. Асқар мен Әли әкемнің қолына көшіп келді. Ол кезде біздің үйде жағдай мәз емес еді. Бірақ әкем барын сол балалардың ертеңіне жұмсады. Өз балаларының артық болмаса кем қылмады. Олармен бірге күліп, бірге жұмыс істеп, бірге тамақтанатын едік. Мен де оларды жақсы көрдім. Әкем олардың болашағын ойлап, екеуінде оқытқысы келді. Мал сатып, ақшасын жинап, мектептен кейін жоғары оқу орындарына түсірмек болды. Бірақ Асқар да, Әли де оқуды жөн көрмеді. Асқар әкемнің жанында қалды. Әкемнің жұмысын бірге істеп, мал бағуға көмектесіп жүрді. Ал Әли қалаға кетемін деп шешім қабылдады. Әкем оған өз батасын берді. Балам, адал жүр, еңбек ет. Бастысы ешкімге жамандық жасама. Қалаға кеткен Әли өз өмірін құрып, еңбекқор жігітке айналды. Ал Асқар ауылда қалса да, әкемнің сенімді тірегіне айналды. Әкем 2 ұлының да жетістікке жететінін көріп, іштей мақтанатын. Балаларымның мені сыйлап, адал болғаны маған ең үлкен алғыс дейтін ол кейде отырып. Әкемнің бұл қамқорлығы отбасылық байланыстың, мейірім мен жанашырдың ең биік көрінісі еді. Жүрегіндегі мейірім арқылы ол 2 баланың тағдырын өзгертті. Оларға өмірде тірек бола білді. Мен мектеп бітіріп, жоғары оқуға түстім. Мұғалім мамандығын таңдадым. Анам ауылда, әкем мен Асқардың қарауында қалды. Бір демалыста үйге келгенде, Асқар інімнің үйленетінін естіп қуанып қалдым. Оның менен 1 жас
кешілігі бар. Арасында құрдас інім деп қалжыңдаймын. Содан қызы туралы сұрай бастадым. Ол қызбен қалай таныстың, суреті бар ма деп сұрақты жаудырып жатырмын. Ол маған күліп, Айша, асықпашы, өзім де ол қызы көрмедім. Әлия жеңге ғой айтып жүрген, жақсы қыз алып ал деп. Кәдімгідей ұялып жүзі төмен қарады. Сосын аяғымен жерді шұқалап, ол қыз 8-ші сыныпқа дейін оқып, мектептен шығып кетіпті. Анасы арбаға таңылған. Сол анасын бағу үшін ешқайда шықпай үйде отырған қыз екен. Жақында анасы қайтыс болып, жалғыз қалған көрінеді. Сол Әлия кеше үйіне келіп айтып кетті. Папа мәз болып қалды. Мама да қуанып отыр. Келін жұмсаймыз. Қарапайым өзіміз сияқты отбасыдан екен деп. Осы сөзден соң ол қызды өзім сияқты көріп, мен де қуандым. Анама жақсы қарайтын келін келеді деп, үйді ремонттап жүгірдік. Көп ұзамай келін келді. Асқар ол уақытқа дейін ол қызбен кездесіп көрмеген болатын. Қызды алып қашуға кеткенде, Асқардың жүзі қуаныштан бал-бұл жайнап кеткен еді. Енді міне келінмен бірге көліктен түскенде жүзі сынық. Бәрінен де 2 ай бойы асыға күткен келінімді көріп ұнатпай қалдым. Алып қашты деп ашуын көрсеткісі келді ме, әлде мінезін түсінбей қалдық. Орамал тақпаңдар, мен кетемін, мені неге алып келдіңдер деп шағын қойылым қойды. Асқар да ашуланып, жүр көлікке мін, дәл қазір апарып тастаймын деп дайын тұрды. Бірақ дөңкейген беті безеу басқан қап-қара келінім мені босаға аттатқызып, намысымды таптап, қайда апарып тастайтын зат емеспін деп орамалды жұлып алып, басына тақты да үйге кіріп кетті. Сол кезде ол 200-лігін көрсетіп қойды. Асқар мұңды, Әлия жеңшені шақырып алып, неге мен келіспесем де ол қызды тастап кетпедің? Мен оған үйленгім келмейді деп ашулана айтты. Әлия жеңшем жылпылдап, қой олай деме, жақсы қыз. Әлі жақсы бақытты отбасы боласыңдар деп аст үстіне шығып әйтеуір Асқарды алдап жатқандай. Асқарды бауырымдай көремін. Мына қызға күйеу қылуға қимадым. Бірақ бәрі дайындап, мал сойылып, дастархан жайылып, той басталып кетті. Туыстар жиналып, баталарын берді. Әкем мен анам әйтеуір келін түскеніне мәз. Тек Асқар екеуміз көңілсізбіз. Дөңкейген келінім семіз. Аштықтан келгенде алдына қойған тамақты түгін қалдырмай жеп тастады. Өзі мәз, бағана келгенде қалмайым кетем дегенін ұмытып кеткендей. Сол келінім келгелі үйден берекеде, тыныштықта кетті. Мен оқып жүргенде алып қашудың құрбаны болдым. Ізімнен қуып келгендердің бірі Әлия жеңгем еді. Соны суқаным сүрмейді. Мен қалмаймын, қарсылық көрсетсем де, Әлия жеңгем, қазір кетсең, әке-шешеңнің соры боласын, олар ұяттан өледі деп қалады. Мына үйден кетсең жолың болмайды деп миымды улады. Кейіннен білдім ғой, Әлия жеңгемнің туыстары екенін. Сол кезде кетпегенім үшін өкінемін. Барған жерім мені келін емес, күң сияқты қарайтын надан отбасы еді. Бәрібір ол үйден 3 жылдан соң өзімді сүйреп қашып кеттім. Мен келін болған соң, көп ұзамай әкем аттан құлап ауырды. Түскен ауруханада диагнозға қатысы жоқ уколдарды салып жүректен кетті. Содан ол мәселені шешеміз деп Асқар екеуміз көп жүгірдік. Тек дәрігер жұмыстан шығарылып, ешқандай жаза қолданбады. Әкем солай дәрігердің қателігінен өліп кетті. Сол аралықта арсыз келінім үйде көрші еркектерді қабылдап жүр екен. Асқар үйде көп болмады. Сот деп қалада жүрді. Ақша жетпей ауылдағы малды тастап, қаладан стройкада жұмыс істеді. 2 айда бір ауылға барып, ақша салып отырады. Соның өзінде арсыз келінім ешкім жоқта, соқыр енесін бөлмеге қамап, еркектермен ыңырсып болады екен. Шешемнің құлағы естиді. Ашуланып келініме, жүгіңді жинап, үйден кет, ертең Асқар келсе, ұят қылығыңды айтамын деп ұрысқанда, сөйтсе бас салып келінім, шешемді төмпештеп, айтып көр осыдан, тұншықтырып өлтіріп тастаймын, сені де шалыңның артынан кетіремін. Сен кімсің сонша, соқыр неме? Осы уақытта менің өмірім ұрыс-керістен өтіп жатты. Енемнің тілі ащы, күйеуімде жұдырығын ала жүгіреді. Жүкті болсам да қаңғыбас деп ұрып тастады. Балам түсіп қалып ауруханада жаттым. Не артымнан келетін күйеу жоқ. Содан ойланбастан ажырасуға бел будым. Ешкімге ештеңе айтпастан үйге келдім. Кеш батып қалған, сағат кешкі 6-ның шамасы.
Үйге келсем есік ілулі тұр. Тартсам ашылмайды, іштен ілінген. Терезе қақтым, ешкім ашпайды. Ұйықтап қалған-ау деп ойладым. Анам да есік аша алады, бірақ көрінбейді. Терезе жағалап келінімнің бөлмесіне келдім. Жапқышы дұрыс жабылмаған. Қарасам келінім жалаңаш. Еркектің үстінде отырып алып, оны қайта-қайта қоздырып, ыңырсыған күйде төсек ләззатын алып жатыр. Жаңа бастаған сияқты бұл істерін. Білмеймін, қызыққа тағы қарадым. Енді бұл жолы еркек аспабын оған тығып, мезгіл-мезгіл соққылап жатыр. Басында ол еркекті Асқар шығар деп терезе қақпадым. Бірақ әлі де қарап тұрғаннан кейін көрші еркек екенін көрдім. Ашуланып терезені сындыратындай қақтым. Сонда ғана мені көрді бұл сорлылар. Тез киініп есікті ашқан бойда көрші еркек ізін суытты. Анамның бөлмесіне қарасам, сыртынан қалың тоқтың сыммен байлап қойыпты. Ашуланып келіннің шашын жұлып, ол да қалыспай екеуміз үйдің астаң-кестеңін шығарып төбелестік. Бізді көретін ешкім жоқ. Өз бөлмесіне кіріп тығылды. Ертең көзін жоғалтатынын айтып, есігін іштен құлтап алған. Анама барсам, байғұс бүк түсіп жылап жатыр. Ешкімді жатпап едім. Қай күнәм үшін осындай жағдай болды деп кемсеңдеп жылап жатты. Анама қосылып өзім де жыладым. Әкем кеткелі бәріміз бақытсызбыз. Бұрынғы қуанышты күндерімізді әкем өзімен алып кеткендей. Таң ата әлгі арсыз бөлмесіндегі заттарын алып тайып тұрды. Әйтпесе тағы төбелесер едім ол сорлымен. Содан ашуым әлі басылар емес. Анама шайын беріп жағдайын жасадым да, «Мама, үйде есікті іліп отырыңыз, 10-15 минутта келемін» деп, «Бір шаруам бар» деп үйден шығып кеттім. Әлгі сұр жылан үйге кіріп кететіндей көрінді. Неше жылғы ашуымды шығарып, Әлия жеңгемнің үйіне тарттым. Әкемнің туған інісінің әйелі ғой. Барсам шай ішіп дастарханнан енді тұрғалы жатыр екен. Ағаммен амандасып келіп, Әлия жеңгеме қарап, «Айтыңызшы жеңге, бізде қалған қандай өшің бар еді? Саған не жазып қойдық?» деп ұрысты бастадым. Ол түк болмағандай, «Үйбай көтек, мына қыз не сандырақтап тұр? Жеңше, күштеп Асқарға жәлеп қатынды алып бердің. Мені күштеп өз туыстарыңның отбасына келін қылдың. Сенің бейшара туыстарың мені адам құрлы көрмей, ішімдегі баламды өлтірді. Дүниеге келмеген сәбиден несі бар еді? Ана келінің осы күнге дейін анамды ұрып-соғып, әр еркекпен үйде тыржаңалаш итерісіп жүргенін қайдан білмедің сен?» деп айқайлап жыладым. Ағам өте жуас кісі ғой. Қызым деп үйден алып шықты. Әлия жеңгем менімен ұрысқысы келген, бірақ үлкен ұлы анасын қабақпен аузына аштырмады. Ол ұлынан қатты қорқады екен. Әйтпесе жеңгем мені бір шайнап жұта салатын. Сол бір оқиғадан соң біздер қара шаңырақты тастап көшіп кеттік. Асқардың ауылға келуге намысы жібермеді. Қаладан пәтер жалдап тұрып жаттық. Мен де өмірімді реттеп жұмысқа шықтым. Арада 4 жылдай өтті. Асқар екеуміз бірігіп үй алдық. Көп ұзамай өзі ұнатқан сүйген адамын жолыққан Асқар бұрын тұрмысқа шықпаған қызбен бас қосты. Өте ибалы, жүрегі таза, алтын келін. Анама өз анасындай қарап, Асқарға адал болды. Мен ол кезде отырып қалған қайнапа болдым. Десе де өзім бақытсызбын деп айналама тиісетін жан емеспін. Келінімді келін емес, сіңілімдей көріп тату отбасы болдық. Арада 2 жыл салып мен де жағдайымды түсінетін бұрын үйленген еркекпен бас қостым. Қазір шүкір бақытты отбасы болдық. 2 ұлым бар. Келінімде де 2 ұлы бар. Әрбір мерекеде бас қосып кездесіп тұрамыз. Жақында ауылға қара шаңыраққа әкеме ас беруге бардық. Әбден ескірген. Ол үйді ешкім алмады. Сол күйі әлі тұр. Бақытты балалық шақтың куәсі болған үйіміз еді. Асты әкемнің інісінің үйіне бердік. Әлия жеңшем жүр. Аяғын сілтең бастып. Аяғы ауыратын дерт екен. Баяғыдай зыпылдап сөйлеуін доғарыпты. Қанша жерден бәрін ұмыттым десем де, Әлия жеңгемді көрген сайын ішім қан жылайды. Әңгіменің соңы маған қолдау білдіріп, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.